Баршаңызға қайырлы күн уақыты. Менің есімім Айкерім Асылбек. Сіздермен бүгін өте ерекше стеганое одеяло пирогының мінсіз рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің Instagram желісіндегі парақшам Айкерім Асылбек, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші бізге салмасын дайындап алу керек. Салмасына бізге сүзбе, крахмал, қант және бір жұмыртқа керек. Барлығын үлкен ыдысқа бір-ақ саламыз және блендермен жақсылап езіп араластырамыз. Салмасының қоюлығы дәл видеодағыдай болу қажет. Болған соң барлығын кондитерлік мешокқа немесе бір реттік пайдалануға арналған пакетке салып дайындап аламыз. Енді пирогымыздың нанын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, сұйық май, қант, какао және қопсытқыш керек. Ең алдымен үлкен ыдысқа жұмыртқаны және қантты салып, блендермен жақсылап көпіргенше асықпай араластырамыз. Кез келген пирогтың жақсы болып көтерілуі үшін алдымен жұмыртқа жақсылап езілуі, араласуы керек. Сондықтан жұмыртқаны араластыратын кезде асықпай көпіртіп 2-3 есе ұлғайғанша араластыруымыз керек. Үстінен сұйық майды құямыз және тағы да араластырып болған соң құрғақ заттарды, ұнның үстіне какаоны және қопсытқышты салып өзара араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді бірнеше бөлікке бөліп, блендермен тағы да араластырамыз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға салып, жан-жағын тигізіп шығамыз. Үстінен біздің сүзбемізді сызық етіп құятын боламыз. Дәл видеодағыдай жасаңыз. Егер сүзбесі артылып жатса, дәл менікі сияқты жан-жағына құя салсаңыз болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пирогымызды пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Сіз де жасап көріңіз, өте дәмді және ерекше болып шығады. Менің келесі видеоларымда қандай тағамды жасағанымды қалайсыз? Міндетті түрде комментарияға қалдыра кетіңіз. Мен сол тамақтарды жасауға тырысамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, мені қуантыңыз. Сіздерге видео пайдалы болды деген сенімдемін. Сіздермен болған Айкерім Асылбек. Назарларыңызға көп рахмет. Дастарханымыздан береке кетпесін.